Кореяда болған кезде бір кәрістердің мудросін естідім, и сол нәрсе менің миымда ұзақ уақыт қалып, еще ойланып жүрдім сол туралы, қалай бұл, қалайша деген секілді. Вроде қарапайым нәрсе, бірақ сондай астыртын әдемі бір мағынасы бар да. Негізі біздің қазақтарда ондай сөз бар. Водительдердің барлығымен негізі сөйлесіп жүрдім Кореяда жүрген 10 күннің ішінде, өйткені корейский кішкене білетін болып шықтым, дораманы көргеннен кейін ба, сөйтіп әр нәрсені сөйлеп қызықтап, сөйтіп сұрай беремін ғой. Сөйтіп ана кісіден сұраймын, вот мен қаншама кофейняға бардым, кофейнялардың алдында бір 10 адам, 20 адамдап очередь тұрады, и адамдар просто так осылай күтіп тұра береді деп та. Бізде енді ондай емес қой, Қазақстанда мысалы бос орын бар ма, отырдың, жоқ па, күтпейсің сен да, кете бересің, бұл келесіне барасың. Ал жақта прям күте береді и наслаждаются осы нәрсемен, күтіп, ойланып, күтіп тұрғанда телефонын қарап өйстіп тұрмайды, ойланып тұрады. Өздері сондай қиялшыл халық екен да. Сөйтіп ана кісі айтады, білесің ба дейді, бізде кәрістерде мындай бір мудрость бар дейді. Адам қаншалықты асықпайды, оның соншалықты уақыты көп деп. Қаншалықты сен асығасың, сен соншалықты уақытың қысқара береді деп. И реально ғой, шынымен де асыққан сайын уақытымыз жетпейді. Мысалы, менің 24 сағатым бар, мен асығыс өмір сүремін, 3 балам бар, менің миым сондай ойланады да. И жұмысым көп, анау бәріне үлгерім керек деп ойлаған кезде шынымен асығып кетем, и уақытым ештеңеге жетпей кетеді. А когда мен сол жақта кезде солардың өмір салтын бір көрейінші деп, мен шетелге шыққанда сөйтіп қызықтайтын бар, осылар сияқты өмір сүріп көрейін. Тұрам солармен бірге бір сағаттап әр кофейняның алдында. И білесіз ба, бір күнде мен 3 кофейняға бардым, шопинг жасап үлгердім, кітапханаға бардым, то есть қанша местаға үлгердім бір күннің ішінде. А оның алдында мен бір күнде бір жерге ғана барып үлгеретім, когда асыққан кезінде да. И мен түсіндім да сол нәрсені. Асықпаған адамның күндегі сағаты өте көп. Сен наоборот асықпаған сайын, әр сәтпен наслаждаться еткен сайын сенің уақытың созыла береді екен. Өйткені біз уақытымыз жетпей жатыр деп тез істейміз, әр нәрсенің жаңағыдай ләззатын сезініп үлгермейміз, сол себепті уақытымыз қысқарып кетеді екен. Сол үшін осы Кореядан кейінгі саяхатымнан кейін мен де асықпай, өмірмен наслаждаться етіп, өзімді асығып жатсам да успокаивать етіп, что асыққан адамның осы бір ой маған қатты көмектесетін сияқты, асыққан адамның уақыты азырақ болады керісінше деген ой. Және де осы ой маған осы саяхаттағы ең бір өзекті ой, который менің ішкі опорамды қалыптастыруға әдемі бір керек уақытындағы ой болған сияқты деп ойладым.